Ардалтайдың сәлиқалы төсінде, Ертіс өзенінің еңселі жағасында 1983 жылы өмір есігін ашқан Ержанат Байқабайұлы, емренген ертістің сыңғырлы үнін сырғалы жырына, бурқанған бура толқынын ерліктің ерен тұлғасына балап, өнерге ойы үйір, бойы құмар болып өседі. Ақындықты түсінбеймін ермектеп, ойлы өлең ойымды жүр шеңбек. Қадіріне жетсем болды қалқымның, өмірімді өнерменен өрнектеп деген өлең жолдарымен ойлы сөзін ортаға салып, өмірге сұңғыла көз тастаған Ержанат Байқабайұлы, ана мектеп табалдырығын аттап, әліппе бетін ашып, қаттанып қатарға ілескеннен кейін, танымалы қиса дастан, әңгіме өлең, повесть, роман оқып, ой өрісін толықтырып, білімін молықтыра түседі. Есінде қалған ершімді өлең шумақтарын қос шепті домбыраның құлағына теңшеп, таңдандыра, тамсандыра шырқап, үлкендердің ақ батасын, жастардың жарқын ықыласын алып, аулидың бүлдіршін өнерпазы атанады. Өлеңім, өнерім деп, ішкен асын жерге қойып, сауықшыл ортаға сән салтанатымен келіп қосылған Ержанат Байқабайұлы 1996 жылы 11 жасында Алтай қаласының Торғайты жайлауында өткізілген Алтай аймақтық 11-ші кезекті ақындар айтысында тұңғыш рет жыр додасына, сөз сайысына түсіп, балдырған тілі сүйкімді қылығымен ортасын думанға бөліп, Қарорман қалқының қадыр құрметіне бөленіп, бәйшешек сыйлығына ие болып, тай мініп, таспа жырын қамшыланып қайтады. Бұл мұраға жалғасқан бақұраныңдағы игі, аға бұлын ақын жолым бұлыбай, осы өнерді мен дағы асыраныңдағы игі. Қасқа барғауым сұрасып ед, кенделіңнен тұрайда сұрасып ед, келгенде тұңғыш рет қарсы алдыңа, көпшілік таймыңыздың рахмет. Осыдан бастап, өлең сөзден өрім-өріп, талабын ұштай түскен өршіл жас Ержанат Байқабайұлы келесі кезекті өнер байқауларында қабырғалы жырларының қаймағын бұзбай қалыңдата түседі. Ел үшін емірене жырлап, сөз асылын теріп, жырман шағын төгілтіп, қиуасын тауып, қиыннан қиыстырып, адуын жырының алымдылығын байқатып, өзі-өзіңлес әріптестерінен оза шауып, қар үзіп алдыға шығады. Сонымен Алтай, Іле, Тарғабатай, Баркөл, Құмыл, Күйтің, Қарамайлы, Шонжы, Морый, Гансудың Ақсай ауданы, Үрімжі қатарлы өңірлерде өткен ақындар айтысына қатынасып, аламан жырдың жыртысын жыртып, алқаулы елінің алғысын алады. Ержанат айтыс сахнасына көтерілгеннен бері 14 майдан аймақтық ақындар айтысына, 9 майдан Іле Қазақ автономиялы облыстық ақындар айтысына, 4 майдан автономиялы райондық ақындар айтысына түсіп, жиыны 27 майдан өнер көрсетті. Шын жүйрі көрге салса өршеленер дегендей, шаң көріп бауыры төселген арғымақтай алдыға өдіре тартқан Ержанат Байқабайұлы 2005 жылы Үрімжіде өткен автономиялы райондық 2-ші кезекті ақындар айтысында ақ жауындай өлеңін сіркіретіп селдеткенде әзғалық, саумал жырларын сал жүректеріне ұялатып, іштей өмірі өшпесе, өнері өлмесе екен деп тілек-тілеп, алғыстарын ағайрандай ақтарысты. Ер еңбегімен еліне қадірлі деген ғой. Осы жолғы аламан бәйгеде Ержанат Байқабайұлы бас жүлдегерлікті алып, ауылына абыроймен оралды. Иә, жас ақынның алдағы жерде өнері балдай,
табысы таудай болып, өнер өрінен, өнеге төрінен көріне береді деген үміттеміз. Енді Ержанаттың айтыс сақанасындағы өлеңдеріне ойымызды бөлейік.